Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті бәліш дайындайтын боламыз. Бұл рецепті мен көптен бері өзім қолданып келе жатқан рецебім. Сонымен енді сіздермен бөліскелі отырмын. Ауызашарға жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға қаймақ салып аламыз. Қаймақтың орнына айран қолдануға да болады. Енді осының үстінен 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Бізге қолданатын ингредиенттердің температурасы және қаймақтың проценті бұл жерде маңызды емес. Әдемілеп енді жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Содан кейін үстінен ерітілген маргаrinімізді құямыз. Менде 60%-тік пампушка деп аталатын маргарин. Бір араластырып, үстінен 1 шай қасық қопсытқышымызды және де 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз, тұзымыз бен қопсытқышымыз араласқанша. Үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Құрамында май болғандықтан жұмыс істеуге өте ыңғайлы, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Сонымен қатар, құрметті оқырмандар, қазақша контентті каналдың дамуына үлес қосып және де жаңа шығатын рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Міне осындай жұмсақ әдемі қамыр болады. Енді осыны салафан қалташасына салып, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді етті бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 400 грамм фаршымызды салып, үстінен осындай ұсақтап туралған пиязымыз бен картобымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және де бұрыш қосасыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің салмамыз дайын. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Етті бәлішіміздің астыңғы жағына қолданатын қамырды кішкене үлкенірек етіп аламыз, ал үстіңгі жағын сәл кішірек етеміз. Осылай күлшелеп дайындап аламыз. Оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Мен үйдің жұмыртқасын қолданғандықтан осындай сап-сары болады қамырларым. Барлық етті бәлішке қолданылатын құрамдар мен мөлшерлерін видео астына описанияға жазып қоятын болам. Сол жерден көріп жасауларыңызға болады. Міне осындай қалыңдықта жайып дайындап аламыз. Дәл осылай үстіңгі бөлінгінгі қамырды да жайып аламыз. Енді жайып дайындап қойған қамырымызды пергамент қағаз төселген противеніміздің үстіне жайғастырамыз. Астыңғы бөлігін үстіне жаңағы дайындап қойған салмамыз салып аламыз. Барлық шетіне осылай жаймалаймыз салмамызды. Және де қалауларыңыз бойынша осы салмамыздың үстінен сары майды қойып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Сол кезде сулы, өте дәмді болып шығады. Енді үстіңгі бөлігін қоямыз қамырымызды. Енді видеода көрсетілгендей кішкене үстіге қарай осылай біріктіріп аламыз. Қамырымыздың 2 шетін жақсылап біріктіреміз. Енді осыны видеода көрсетілгендей өріп шығамыз. Енді бәлішіміздің ортасын тесіп қоямыз, ауасы шығып, іші дұрыс пісу үшін. Сонымен қатар үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Барлық шетіне тиетіндей етіп, әдемілеп жұмыртқамызды жағып шығамыз.
үстіне дәм беру үшін, сәндік үшін күнжіт себеміз. Мен және де осындай қара күнжітті де септім. Қара күнжітті дәмі ұнамауы да мүмкін, сондықтан өз қалауларыңызша. Бәлішімізді 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештерінің ыңғайына қарай қарайсыздар. Мінекей осылай біздің бәлішіміз әп-әдемі болып пісіп шығады. Дәмі енді керемет, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.